Атасы 10 жасар немересімен далада келе жатып, немересінен сұрайды. Ана өрмекшіні көрдің бе? Не істеп жүр екен? Өрмек тоқып жүр. Құмырсқаны көрдің бе? Көрдім. Аузында бір нанның қоқымы бар екен, кетіп барады. Жоғары қарашы, көкте не ұшып жүр? Қарлығаш ұшып жүр. Аузында кесе тістеген шөбі бар. Олай болса, шырағым, ол кішкентай жәндіктер саған ғибрат болсын. Өрмекші маса шыбынға тұзақ құрып жүр. Ұстап алған соң өзіне азық етеді. Ал құмырсқа бала шағаларына тамақ аулап тапқан соң өзі жемей, аузына тістеп, қуанғаннан үйіне жүгіріп қайтып барады. Қарлығашқа келетін болсақ, балапандарына ұя жасау үшін шөп жинап жүр. Көрдің бе балам, жұмыссыз жүрген жан жоқ. Сен де жұмыс істеуге әдет